Бұл мен, Алтынай, 11 сынып оқушысымын. Бұл видеода мен өз отбасым және олардың мамандықтары туралы айтып бергім келеді. Отбасы адам өміріндегі ең алғашқы тәрбие мен еңбек мектебі. Біздің отбасымызда 5 қызбыз. 3 әпкем мен ата-анам бүгінде өз мамандықтары бойынша еңбек етіп жүр. Олардың әрқайсысы маған өмірлік үлгі болып келеді. Әр адамның болашағы отбасынан басталады. Менің отбасым әртүрлі мамандық иелерінен құралған үлкен еңбек мектебі. Әрқайсысы өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. Менің әкем техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша инженер. Ол Қазақстанның тұңғыш президенті музейінде қызмет атқарады. Әкем үшін қауіпсіздік пен жауапкершілік ең басты құндылықтар. Анам Астана қаласы әкімдігінің халық психикалық денсаулық орталығы мекемесінде қол орталық операторы болып жұмыс істейді. Ол адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды және сабырлы болуды үйретеді. Құралай әпкем Астана қаласындағы номер 59 мектеп-лицейінің ағылшын тілі мұғалімі. Сонымен қатар, ол сұлулық салонының шебері. Оның мамандығы білім мен шығармашылықтың үйлесімі. Толғанай әпкем дзюдодан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Ұлттық құрама команда мүшесі. Ол маған табандылықты, тәртіп пен жеңіске деген сенімді үйретті. Ұлжан әпкем қосымша ағылшын тілі мұғалімі. Ол үздіксіз білім алудың маңызын көрсетеді. Менің әпкем бүгінде Европаның жүрегінде, Италия елінде менеджмент және басқару мамандығы бойынша бакалавриатта білім алуда. Ол армандарын тек батыл қадамнан басталатынын дәлелдеп, бізге халықаралық деңгейде білім алуға болатынын көрсетіп жүр. Оның жетістігі мен үшін үлкен мақтаныш әрі болашаққа сенім. Жазда біз отбасымызбен Вьетнам еліне саяхаттадық. Бұл сапар бізді одан әрі жақындастырды және жаңа әсер сыйлады. Отбасымдағы әр мамандық мен үшін үлкен үлгі. Мен болашақта менеджмент пен бизнес саласын таңдадым. Арманым өз мектебімді ашу. Өйткені білім болашаққа салынған ең маңызды инвестиция.